Ассаламағалейкум. Сәлем достар. Сіздермен бірге Ихсан ТВ арнасы. Менің серіктесім Абенов Мейрамбек және мен Қуандықова Әсел. Біз білмейтін Қазақстандағы қауіпті масондар қаласы қайда орналасқан? Масондар дегеніміз кім немесе не? Олардың ібіліске қызмет ететіні рас па? Масонерия 1717 жылы Англиядағы франк масондар еркін тас қалаушылардың негізінде құрылған діни этикалық ілім әрі құпия ұйым. Олардың негізгі идеясы жер бетінде біркелкі Құдай патшалығын орнату. Ортақ мақсаты әлемдегі халықтарды бір-бірінен бөліп тұратын айырмашылықтарын жою. Ортақ тәртіптер енгізу арқылы адамзатты бір орталықтан басқару. Тарихы 3 ғасырды құрайтын ұйымның қазіргі күнде әлемнің әр елінде орталықтары бар екен. Және ол ешқандай да жасырын емес. Арнайы сайттар мен әлеуметтік желіде де пирамидалар да бар. Бұл ұйымның құрамында әлемде миллиондаған адам бары да белгілі. Ал масондық белгілер өмірдің әр саласында біртіндеп еніп келеді. Күнделікті өмірде жария түрде қолданып жүрген кейбір символдардың астарында масондық белгілердің бұғап жатқанын біле бермейміз. Сіз қазір Астана қаласындағы пирамиданың масондық пирамидаға қаншалықты ұқсас екенін көресіз. Масондық пирамиданың жоғарғы бөлігінде бір көзді ібіліс Дәджжалдың көзі бейнеленген. Сол секілді Елордадағы пирамиданың да жоғарғы бөлігі үнемі ерекше жарық шашып тұрады. Мына масондық схемаға назар аударыңыз. Бұл екі жағынан жарқыраған бағаналар қоршап тұрған ғимарат. Шындығында бұл 3 ғимараттың ортасында біз білмейтін тылсым күш бар. Ақорда тұсынан қарағанда да бұл 3 ғимарат масондық схемаға ұқсайды. Әлі де сәйкестіктеп тұрсыз ба? Онда бәйтерек тұсынан қарап көріңіз. Астана қаласының жобасын сызған Норман Постердің қиялынан туған бәйтерек монументін төбесінен қарағанда да масондық 8 бұрышты пішін шығады. Қазақстандағы Нұрбанк, Халықбанк және Астана көшелерінің бір шамасында масондық белгі кездеседі. Қала вокзалының басты ғимаратында шеңбер тәріздес сызықтар масондық күнтізбенің схемасына өте ұқсас жасалған. Мұның бәрін әлі де сәйкестік десеңіз, назар аударыңыз. Масондық белгілердің ең кең тараған танымал түрі циркуль және шексіз бұрыштар. Қазіргі таңда дін мен Құдайға сенімінің аздығынан осындай үлкен ағаттыққа бой алдырдық. Өскелең ұрпақтың келешегі үшін мұны бейжай қалдырмаңыз.